Баршаңызға сәлем, сіздермен Айғаным каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көкпияз қосылған өте тез дайындалатын қаттама нанның рецептін ұсынамын. Өте керемет болып шығады. Құрамы да қолжетімді. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Алдымен ыдысымызға жылы суды құямыз да, үстіне 1 шай қасық тұз және де 1 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Мен онды басқа ыдысқа електен өткізіп алдым. Енді сол ұнның үстіне осы суымызды құямыз. Алдымен қасықпен араластырып аламын да, содан соң қолмен араластырып жұмсақ қамыр илеймін. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді 10 минутқа тындырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз 10 минуттай тұрды. Енді осы қамырымызды кішкене ұн қосып, жұқа етіп жайып шығамыз. Міне қамырымызды жайып болдық. Енді ортасына ерітілген сары май мен көк пияз керек. Сары майды біркелкетіп жағып шығамыз. Содан соң үстіне көк пиязды салып шығамыз және де кішкене ұн себеміз. Енді осы қамырымызды оқтауға ораймыз, осы видеода көрсетілгендей. Қамырды оқтауға орағаннан кейін тура ортасынан бөлеміз. Содан соң қамырымыздың ортасын ашамыз. Және де осы қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп, сосын тағы да 2 бөлікке бөлеміз. Енді осы қамырларымызды видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Барлығын орап шыққан соң, ортасынан басып, барлығын холодильникке 10 минутқа кішкене қоя тұрамыз. Ортасындағы май кішкене қатуы керек. Енді қамырларымызды біртіндеп алып, кішкене ұн сеуіп жайып шығамыз. Қамырымызды өте жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Міне біздің қамырымыз тура осындай болу керек. Сосын табаға май құйып, орташа отта пісіріп аламыз. Шамамен бір жағын пісіруге менде 4-5 минуттай кетті. Содан соң міндетті түрде аударамыз. Екі жағы қызарғанша пісіреміз. Барлық қаттама нандарымызды осылай орташа отта пісіріп аламыз. Міне біздің қаттама нандарымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ыстықта жесеңіздер өте керемет қытырлап тұрады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Айғаным.